Осы аптаны депрессия тақырыбын толықтай ашуға арнап жатырмын. Өткен видеоларда депрессия деген не, ол қайдан келеді, және оның салдары, өмірдің сапасына қандай кедергі тигізеді, және өмірге деген қандай қаупі бар, сол жөнінде видеолар түсіріп тастадым. Енді қазір шығу жолдары және техникалары қандай, соған 2-3 видеоны арнайтын боламын. Әр адамның өзінің шығу жолы болады. Әр адамның, неге дегенде әр адамның, депрессияда жүрген әр адамның ішінде өздерінің ойлары болады. Сол триггерді тауып, соны анықтап жұмыс жасаған кезде ғана жақсы, сапалы түрде депрессиядан шығатын боламыз. Негізі депрессиядан шығу жолы өте ұзақ жол, қиын жол негізі. Ол депрессия жүрген адамның өзі қалауы керек, сол жолдан шығуды ниет ету керек. Егер гипнотерапия алғысы келсе, өзінің рұқсаты болу керек. Бір сеанстан кейін өте керемет жақсы деңгейге дейін жетістіктерге жетеміз. Және бір жақсы гипнотерапиядан кейін катарсис болады. Және бір апта бойына психологиялық көмек көрсетіп тұратын боламыз. Енді шығу жолдары, ол ең бірінші алдына үлкен мақсат қоймау керек. Кіші мақсаттар қою керек. Соны мамандардың көмегіне жүгіну керек.